Қазіргі қоғамда сот шешім жазарда қаншалықты шындыққа, әділдікке бет бұруда. Біреудің қателігі біреуге сабақ болмай ма, білмедік. Олай деуімізге себеп Түркістан облыстық сотының 5 айдың ішінде 2 судья парамен ұсталуы. Бұл қарғыс па, әлде шындық па, ұмытып ар-намысты төмен қойғаны ма? Айтқымыз келгені Түркістан облысының судьясы Байдуллаев туралы. Түркістан қаласында бірнеше жылдан бері Малаходжаев Зайнутдин деген азамат біреулерді алаяқтық жолмен мүлкін алу, айтқан істемегеннің үйін өртеу, қорқыту фактілерімен полицияға және сотқа түссе де сатылып шығып кете беретін. Зайнутдин өзінің алаяқтық қылмыстық әрекеттерімен жемқорлыққа жол берген судьялардың оның қылмысын жасыруы, қылмыс жасамаған деп судьялардың қылмыскерлердің сөзін сөйлеуі, бұл сыбайлас жемқорлыққа жол беруі немесе таныстарының қылмысын жасыруы деп есептейміз. Осы Зайнутдиннің жасаған қылмысы бойынша мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының судьясы Қосмұратов барлық құжаттардың дұрыстығына сүйеніп шешімді заңды шығарады да, судья Байдуллаев бұл уәжді жойып қылмыс жасаған Зайнутдинді сот залынан тергеушінің өтінішін де ескермей үй қамаққа алады. Қызығы сол, бұл қаулы қайта қарауға, шағымға жатпайды. Адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр, сынаушысы халық дегендей. Бір сөзбен судьяларды сынаудан жалықпаймыз. Олар бұрмалаудан шаршамайды, парамен ұсталған судьялардан сабақ алмайды. Ендігі кезек жоғарғы сотқа шағым жазудан басқа амал қанша? Бұл репортаждың шығуына себеп жоғарғы прокуратураға шағым жазса, олар Байдуллаев деген судьяға осы істі қара деп тапсырма береді. Осы тапсырма заңды орын табады деген сенім сөнуде. Алайда біз шыңнан шындыққа жетпей өшпейміз, шындықтан кетпейміз.